Сәлеметсіздер ме? Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Қалай сабақты жақсы оқуға болады? 5 тәсіл. Бірінші тәсіл. Сабақты жақсы меңгеру керек. Түсінбеген жерлерді қайта-қайталап, ертесі күні тағы қайталау керек. Егер сабақта бір нәрсені түсінбей қалсақ, яғни бір нәрсені меңгеріп алсақ, мысалы бүгін сабақ өтеді, келесі сабаққа ол болмайды, иә? Бірақ сонда да болмаса да оны қайта-қайталау керек. Яғни бұл жерде сабақты қайталап отыру керек. Егер мысалы бүгін үйренген нәрсені ертең қайталамасақ, ұмытып кетеміз. Екіншісі, мектепте белсенді болу керек. Егер апай сұрақ қойса, нақты жауап беріп, мұқият апайды тыңдау керек. Сол кезде саған деген көзқарасы өзгереді. Мысалы, сабақ үстінде отыр дейік. Сабақ үстінде апай баршаға сұрақ қойған кезде, сол кезде жауап беру керексің. Егер жауап берсең, апайдың көзқарасы өзгереді. Яғни, сол кезде сен белсенді болып көрінесің апайдың көзіне. Сен көзге көріне бастайсың, және де сұрақ қойған кезде нақты әрі дұрыс жауап беру керексің. Нақты жауап берсең, апайдың көзқарасы өзгереді, және де көптеген ерекше сөздерді қолдансаң, күшті болады, яғни белсенді боласың. Сол себепті мектепте белсенді болу керек. Біріншісі ол, яғни негізі мектепте белсенді болу керек. Белсенді болсаң, барлығы қолынан келеді. Апайды тыңдап, айтқанын орындасаң, сабақты жақсы оқуға өте көп пайдасы тиеді. Және де осы үшінші тәсілді айтатын болсақ, егер бір нәрсені түсінбесең, YouTube'дан және де қосымша көздерден ізденіп, түсініп ал, және де қатемен жұмыс жаса. Бұл жерде айтқым келгені, яғни бір нәрсені түсінбей қалсақ, мысалы бүгін қазақ тілден бір тақырып болды дейік. Мысалы ереже, зат есім, сын есім сияқты ережелер болды. Оны сабақта өттік, бірақ апай түсіндірді. Бірақ апайдың түсіндіргеніне түсінбей қалдық. Сол кезде үйге келіп, яғни кейін қолымыз босаған кезде YouTube'дан немесе осы көптеген нәрсе Google'дан іздеп, сол жазып, соны YouTube'дан түсініп алсақ болады. Және де YouTube'дан әрбір видеоны көре бермей, тек пайдалысын нақты әрі, мысалы видеомен немесе суретпен түсіндірген видеоны көрген жөн. Себебі, мысалы, зат есім заттың атын білдіреді деп айтып, солай оған, мысалы, практика жүргізеді. Суреттерді сөйлетіп, кім, не деген сияқты суреттермен көрсетсе, өте керемет болады. Көп түсініп аласың. Сондай видеоларды қараған жөн. Менің советім болсын, кеңесім болсын, сондай видеоны қарасақ, сол түсініп аламыз. Төртіншісіне келетін болсақ, үнемі келесі сабаққа дайындалып бар. Мысалы, матемнен келесі тақырыпты түсініп, есептерді YouTube'дан іздеп, бәрін біліп бар. Мен өзім сабақты осы келесі сабаққа үнемі дайындалып баратын. Мысалы, матемнен бүгінгі түсінбей қалсам, соны YouTube'дан іздеп, келесі сабаққа да дайындалып баратын. Өте тиімді жолы ол. Матемде бірінші есепте 4 есеп болса, оның екеуін YouTube'дан қарап, шығару жолын қарап, екеуін өзім орындайтын едім. Яғни 2 есепті практика қылатын өзіме. 5-шісіне, яғни жоспар құру, күнделікті оқу жоспарын жасап, сабақтарды уақытылы оқып қайталау. Яғни жоспар құрсақ, біздің уақытымызды тиімді пайдаланамыз, және де жоспар құру арқылы белсенді бола аламыз. Яғни жоспар құру ол күнделікті оқу жоспарын жасап, сабақтарды уақытылы оқып қайталау керек. Қайталай берсек, бәрін біліп аламыз. Жоспар құру арқылы осы бәр нәрсе білуге болады. Және де осы миымызға шектеу қою керекпіз. Мысалы, бүгін алгебрадан осы есепті шығару керекпін десек, міндетті түрде орындалады, себебі ол жоспар арқылы жүр. Сол есепті шығармай, ми демалмайды. Яғни сол есепті шектеу қойып тұр, сол есепті шығару керекпін деген ми өзіне солай қабылдайды. Және де солай жоспар құру арқылы күнімізді, яғни уақытымызды тиімді пайдаланып, белсенді болуға
өте қатты жақын бола аламыз. Және де осы жоспар құру сәттіліктің белгісі. Сау болыңдар, сабақтарыңды жақсы оқыңдар.